Соңғы жылдары табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға көбірек көңіл бөлінуде. Көптеген елдер жаңартылатын энергия көздерін пайдалану және климаттың өзгеру қаупіне жедел әрекет ету шараларын қабылдауда. Қазақстан көптеген дамыған мемлекеттер сияқты экология проблемаларына үлкен мән береді. Қазақстан әлемге әйгілі Париж келісіміне қол қойған кезде біз өз тарапымыздан 2050 жылға қарай барлық энергияның 50%-ын жасыл, яғни жаңартылатын көздер есебінен өндіруге міндеттендік. Қоңыр экономикадан жасыл экономикаға көшу көптеген өзгерістер мен елдер, жеке және азаматтық секторлар арасындағы ынтымақтастықты қажет ететіні анық. Жасыл экономикаға көшу көптеген тараптардың қатысуын талап етеді, бірақ басты шарт тұрақты даму мүддесінде бизнестің, ұйымдардың, үй шаруашылықтары мен жекелеген адамдардың инновациялық белсенділігі мен мінез-құлқының өзгеруін ынталандыратын басқару жүйелері мен жағдайларын жасау бойынша ұлттық үкімдердің көшбасшылығы болып табылады. 2021 жылдың шілдесінде Қазақстанда жаңа экологиялық кодекс күшіне енеді. Оған президент осы жылдың 2 қаңтарында қол қойды. Құжаттың негізгі хабары ластаушы төлейді, яғни ластанудың алдын алады және жағдайды бақылайды. Сондай-ақ қоршаған ортаға келтірілген залалды қалпына келтіру жауапкершілігі кәсіпорынға бекітілген. Экологиялық кодексте кәсіпорындардың ең озық қолжетімді техникаларды енгізе отырып, қауырсын санатындағы объектілердің кешенді экологиялық рұқсаттарына көшуі ұсынылады. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасына Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2010 жылғы мамырда Астана экономикалық форумында бастамашы болды. Көп ұзамай ол сол жылдың қазан айында Азия-Тынық мұхиты аймағының қоршаған орта және даму министрлерінің конференциясында қабылданды. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасының мақсаты жасыл экономикаға көшу үшін мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың, Еуропа, Азия және Тынық мұхиты өңіріндегі қоғамдық және бизнес секторларының күш-жігерін біріктіру болып табылады. Бағдарлама мынадай қағидаттарға құрылған. Жасыл экономикаға көшу үшін қолайлы жағдайлар жасаудағы мемлекеттің жетекші рөлі. Жасыл экономика мен экожүйелік қызметтерге инновациялар мен инвестициялар үшін қажетті шарт ретінде бағдарламалар мен жобаларға ұзақ мерзімді және көп жақты көзқарас. Мүдделі қатысу, бизнес, өнеркәсіптік, ғылыми және іскерлік орта, сондай-ақ қалың жұртшылық бағдарламаны әзірлеуге және іске асыруға толық көлемде қатысуы тиіс. Күш-жігерді біріктіру және бар процестермен біріктіру. Бағдарлама қолданыстағы бағдарламалар мен процестерді қоса алғанда елдер мен ұйымдардың үздік тәжірибесін барынша пайдалану үшін жағдай жасайды. Тиімді басқару өкілді және көп жақты, кәсіби және ашық, болжамды және тұрақты, есеп беруге міндетті және практикалық іске асыру мен нәтижелерге бағытталуы тиіс. Мәселен, 2013 жылғы қазанда Бангкок қаласында коалиция Біріккен ұлттар ұйымы Азия мен Тынық мұхитқа арналған экономикалық және әлеуметтік комиссия халықаралық ұйымының қоршаған ортаны қорғау департаментімен меморандум жасасты. Ал 2015 жылғы 7 тамызда Қазақстан Республикасы энергетика министрлігімен жасыл көпір әріптестік бағдарламасының іс-шараларын іске асыру мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Өткен кезеңде Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі мен коалиция жасыл көпір әріптестік бағдарламасының 5 ірі халықаралық конференциясын ұйымдастырды. Олар соңғы уақытта жасыл экономикаға жаһандық көшуде Еуропа мен Азия Тынық мұхиты өңірі арасындағы өңіраралық ынтымақтастыққа ықпал ететін беделді халықаралық диалог алаңына айналды. Коалиция сондай-ақ Қазақстан мен шет елдердің үкіметтік емес ұйымдарының жасыл көпір серіктестік бағдарламасы хартиясына қол қоюына бастамашылық етті. Коалицияның іске асырылған ірі жобаларының бірі 2015 жылы Ақмола облысының Арнасай ауылында 35 жасыл технология енгізілген Арнасай жасыл технологиялар орталығының ашылуы болды. Бұл жоба коалицияның жасыл көпір серіктестік бағдарламасын жүзеге асыруға қосқан елеулі үлесі болды. Коалицияның екінші жобасы 2016 жылы қабылданған Green Standards KZ, Қазақстанның жасыл стандарты жылжымайтын мүлік объектілерін ерікті сертификаттау жүйесі үкіметтік емес ұйымдар стандартын әзірлеу және бекіту жобасы болып табылады.
Үшінші жоба Қазақстан, Қырғызстан және Ресейде жасыл кеңселердің дәстүрлері мен рейтингтерін тарату. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасы экологиялық проблемаларды шешуде түрлі елдердің, халықаралық ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдар мен бизнестің бастамаларын біріктіруде жаһандық функцияны атқаратыны жалпыға мәлім. Жасыл көпір бұл экологиялық әрекеттер мен бастамалардың жаһандануы. Әріптестікті ұйымдастыру үшін арнайы құжат 2013 жылы Астана қаласында өткен халықаралық конференция аясында қол қойылған жасыл көпір серіктестік бағдарламасы туралы хартия дайындалды. Қазіргі уақытта хартияға 14 ел мен 16 үкіметтік емес ұйым қосылды. Бұл ретте жасыл көпір серіктестік бағдарламасы туралы хартияға жаңа қатысушы елдерді тарту және қосу бойынша жұмыс белсенді жалғасуда. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасы ең жарқын халықаралық экологиялық бағдарлама болып табылады және оны толыққанды іске асыру үшін жақсы ақпараттық және насихаттық ағартушылық негіз қажет. Заман талабына сай жаңа коммуникациялық технологияларды меңгеру қажет. Перспективада энергия тиімді және төмен көміртекті көліктің трассаларда қайта зарядтаудың бірыңғай жүйесі бар электр көлігінің жаңа түрлеріне көшу, отын шығыны өте аз жаңа көлік құралы, экрандық жоспарлардың көлік дәліздерін құру. Жүк тасымалдарының үлкен көлеміне байланысты жібек жолы елдері жол құрылысы мен жөндеудің ең озық экологиялық технологияларына көшуді жеделдетуі қажет. Осы тәсілдер мен жобаларды іске асыру жасыл көпір серіктестік бағдарламасы іске асыруға елеулі үлес қосатыны сөзсіз. Қазіргі әлем жаңа және экологиялық қауіпсіз технологияларға, оларды жылдам алмасуға және жаңартылатын энергия көздерін кеңінен пайдалануға мұқтаж. Осыған байланысты жасыл көпір серіктестік бағдарламасы әлемнің өзгеруіне елеулі үлес қосуға және оны табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға жақсы бейімдеуге әлеуеті бар екені сөзсіз.